Ассаляму-алейкум. Бүгін біз сіздермен меренге рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдауды ұмытпаңыздар. Ең бірінші жұмыртқамызды ағынан сарысынан бөліп, тек ағын пайдаланатын боламыз. Содан кейін лимон соғы мен тұзымыз салып, миксерлейтін боламыз. Ең бірінші жай жылдамдықта, содан кейін қатты жылдамдықта секермен соғатын боламыз. Жұмыртқамыз бен секеріміз осылай соғылу қажет, ыдысынан түспеу қажет. Енді крахмалымызды салып, жай жылдамдықта араластыратын боламыз. Жұмыртқалы массамызға кукурумыз салып болғаннан кейін осылай асты үстімен араластыратын боламыз, себебі кукурузның крахмал қалып қоюы мүмкін астында. Енді осындай ыдысымызға салып видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Жұмыртқалы массамызды духовкада 140 градуста 30-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Піскен кезде ол қысырлаған болып шығу керек. Меренгіміз дайын. Осылай қолымызбен соққан кезде қытырлау қажет. Меренгіміздің үстіне осылай пергамент және решетканы салып, осылай айналдырамыз да меренгіміздің үстіндегі қағазды алатын боламыз. Жайлап меренгімізді суытып қойып қоямыз. Суығанша кремімізді дайындаймыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, секер 33% сливке қажет. Ең бірінші творожный сыр мен секерімізді миксермен, осындай насадкамен миксерлейтін боламыз. Секеріміз бен творожный сырымыз соғылып болды. Енді сливкемізді құятын боламыз. Сливкемізді аз-аз мөлшерден құятын боламыз. Креміміз осылай соғылуы қажет. Мен осылай насадканың көмегімен кішкене араластырып жіберетін боламын. Жан-жақтарындағы кремдердің бәрін араластыратын боламын. Енді меренгімізді алып, үстіне кремін жағатын боламыз. Осылай және де жемістерді, қатқан жемістерді салсаңыздар болады. Немесе варенье салсаңыздар болады. Әртүрлі өздеріңіздің фантазияларыңызбен жасасаңыздар болады. Креміміз жақ болғаннан кейін осылай фруктыларымызды, яғни жемістерімізді салатын боламыз. Аздап крем алып қалсаңыздар болады. Бетіне құттай жағуға. Жемістердің барлығын салып болдым. Енді қолымыздың көмегімен орайтын боламыз. Осылай дәл видеодағыдай орап шығыңыздар. Рулетімді осылай орадым. Енді пергаментпен орап, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоятын боламыз. Одан да көп сағатқа қойсаңыздар, кремі жақсы сіңетін болады. Мен рулетім дайын, осылай 2-ге бөліп ұсынатын боламын. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум.